Наполеон Хилл, Ойланда байы. 10-шы тарау табандылық. Табандылық тілегіңіздің қаржылай баламаға айналу үрдісіндегі маңызды фактордың бірі, ал табандылықтың негізі ерік-жігерде жатыр. Тілек пен ерік дұрыс үйлестірілген жағдайда ғана теңдессіз нәтижелерге қол жеткізуге болады. Әйтсе де қаржылай тәуелсіздікке қол жеткізген ауқатты азаматтар көпшіліктің пайымдауынша салқын қанды, жауыз әрі қатыгез қылмыскерлер. Көп жағдайда оларды дұрыс түсінбей де жатады. Ал бұл адамдардың негізгі артықшылығы олардың алға қойған мақсатқа қол жеткізу үшін табандылық көрсете білуі мен олардың бойындағы ерік-жігері. Адамдардың басым бөлігі сәтсіздік жылт етіп көріне бастағандай-ақ өз мақсаты мен ниетінен бас тартуға дайын тұрады. Ал соның ішінде бірен-сараны ғана барлық қиындықтарды жеңіп, өз дегеніне жетпей тынбайды. Табандылық деген сөздің өзінде ерлік нышанын байқататын еш нәрсе жоқ. Алайда осы табандылыққа ие адамдар болат қорытып шығаруға арналған кен іспеттес. Қисапсыз байлық жинау үшін қолыңыздағы кітапта баяндалған 13 қағиданы ұстансаңыз жеткілікті. Бай болғысы келген әрбір адам аталған қағидаларды түсініп, табанды түрде қолдана білгені абзал. Егер сіз қолыңыздағы кітапта берілген кеңестер арқылы өміріңізді өзгерткіңіз келсе, екінші бөлімде көрсетілген 6 қадамды іске асыра бастағаныңыз орынды болмақ. Аталған нұсқауларды мұқият оқып, тәсілдерді толықтай орындауға тырысыңыз. Өйткені сіз мақсаты айқын және сол мақсатқа жеткізер нақты жоспары бар жандармен бір қатарда тұрған жоқсыз. Табандылықтың жетіспеуі көп адамды сәтсіздікке ұрындыратын ең басты кемшіліктердің бірі. Сонымен қатар мыңдаған адам арасында жүргізілген тәжірибе жұмыстарының нәтижесінде жігерсіз басым көпшілігінің бойында бар қасиет екеніне көз жеткіздік. Алайда мұндай әлсіздікті немесе салғырттықты талпыныс арқылы оп-оңай жеңіп шығуға болады. Жігерсіздікті жеңудің басты және сенімді жолы биік арманға ұмтылу. Барлығы өз қолыңызда екенін ұмытпағайсыз. Табысқа жетудің басты қайнар көзі қалау немесе тілек. Мұны ешқашан естен шығармаңыз. Сіздің табысқа жету-жетпеуіңіз сол нәрсені қаншалық қалағаныңызға байланысты. Егер бойыңызда табандылық қасиетінің жетіспейтінін аңғарсаңыз, бұл тығырықтан шығар жолдың бар екенін біліңіз. Бар болғаны бай болуға ұмтылып, бойыңызда бар ұшқынды үлкен алауға айналдырыңыз. Кітапты аяғына дейін оқып біткен соң, екінші бөлімге қайта оралып, 6 қадамға байланысты берілген нұсқауларды іске асыра бастаңыз. Сіздің бұл нұсқауларды қаншалықты деңгейде жылдам іске асыра алуыңыз табысқа немесе байлыққа қаншалықты жылдам қол жеткізе алатындығыңызды көрсетеді. Егер немқұрайлық танытсаңыз, онда байлықты тек түсіңізде ғана көретін боласыз. Судың тамшыдан пайда болатыны секілді, байлық та оны өзіне тарта алатын адамға үйір болады. Егер бойыңызда табандылық жетіспейтінін байқасаңыз, бар назарыңызды ұжымдық сананың құдіреті деп аталатын тарауда сөз болған мәселелерге аударыңыз. Сондай-ақ табандылықты қалай дамыту жөнінде өзін-өзі иландыру және түйсік туралы бөлімдерде де сөз болды. Өзіңіздің не қалайтыныңызды көз алдыңызда айқын елестете алғанға дейін осы бөлімдерде берілген нұсқауларды қайталағаныңыз жөн. Осы кезден бастап өз бойыңызда табандылық қасиетінің пайда бола бастағанын сезінетін боласыз. Мейлі ояу, я мейлі ұйқыда болсаңыз, сіздің санаңыз үздіксіз жұмыс істеп тұрады.